Сәлематтар ма оқушылар, математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бұрыштарды өлшеу және салу. Бүгінгі сабақта берілген градустық өлшем бойынша бұрыш, тікбұрышты үшбұрыш, перпендикуляр түзулер сызасың. Бірінші тапсырмаға қарайық. Өрнектің мәнін есепте. Кир Булычев «Алдағы 100 жыл» деген кітабында болашақты бағдарлай алған. Барлық өрнектердің мәндерінің қосындысын тап. Сонда кітаптың кейіпкері Коля Наумов болашақтың қай жылына тап болғанын білетін боласың. Болашақтың тұрғындары қағаз кітаптарды оқымайды. Мәтіндерді шағын құрылғыларға жүктеп алады. Яғни электронды кітаптар, планшеттер арқылы оқиды. 34-дің 12-те көбейтіндісі 408. Болашақтың тұрғындары бір батырманы басу арқылы аялдамаларда балмұздақ сатып ала алады. Сусындар мен балмұздақ сататын автоматтар болады. 1568-ді бөлеміз 16-ға тең болады 98. Болашаққа тап болған Коля Наумов аяқтарында серіппелі бар жеткіншектерді көрді. Қазіргі кезде джампермен қалаған адам секіре алады. Яғни 788-ді көбейтеміз 2-ге тең болады 1576. Енді осы шыққан өрнектердің мәндерін қосындысын табайық. 408 қосу 98 қосу 1576 тең болады 2082. Яғни нешінші жылға сонда ол алға кеткен? 2082 жылды көрген екен. Екінші тапсырмаға қарайық. Бұрыштарды өлше, бұрыш түрлерін ата деп. Бұрыштарды транспортердің көмегімен өлшеміз. Бірінші бұрыштың градусы бізде. Бұрыш ABC бұрышы 140 градус. IGH бұрышы 25 градус. Және MON бұрышы 90 градус. Енді бұрыш түрлерін атайық. 140 градус бұрыш доғал бұрыш, 25 градус түйір бұрыш, және 90 градус тік бұрыш. Келесі үшінші тапсырма. Бұрыштардың өлшемін жаз, берілген бұрыштардан 25 градусқа үлкен бұрыштар сыз. Қанеке көрейік, ACB бұрышы 40 градус, DEF бұрышы 115 градус. Енді бізге 25 градусқа үлкен бұрыштар сызу керек, яғни 40 градус болса 60 градус бұрыш сызасыңдар, 115 оны 25-ті қосасыңдар, 140 градус бұрыш сызасыңдар. Төртінші тапсырмаға қарайық. Тік бұрышқа іргелес жатқан қабырғаларының ұзындықтары 4 см және 8 см болатын тік бұрышты 3 бұрыш сыз. Яғни іргелес жатқан екеуі тік бұрышқа. Тік бұрышты 3 бұрыш сыз. Яғни оның бір қабырғасы 4, біреуі 8 см. Барлықтарыңызда осындай тік бұрышты 3 бұрыш сызу керексіздер. Келесі 5-ші тапсырма. Әр 3 бұрыштың бұрыштарын өлше, әр 3 бұрыштың бұрыштарының қосындысын тап, қорытынды жаса. Қанеке бірінші ACB бұрышын өлшеп көрейік. Транспортер 60 градус, 60 градус және 60 градус. Келесі DFE. F 65, 90, 25. IGH 35, 125, 20. Енді әрбір 3 бұрыштың бұрыштарының қосындысын табайық. 60 қосу 60 қосу 60 тең болады 180 градус. Келесі екінші 65 градус қосу 90 градус қосу 25 градус тең болады 180 градус. 35 градус қосу 125 градус қосу 20 градус тең болады 180 градус. Енді балалар, осы жерден қандай қорытынды жасауға болады? Яғни біздің барлық 3 бұрыштарының қосындысы нешеге тең екен? 180 градусқа тең. Ендеше естеріңізге сақтаңыздар.
кез келген үш бұрыштың бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болады. Яғни есімізге сақтаймыз. Тапсырма, 6-шы тапсырма. Транспортирдің көмегінсіз бұрыштардың өлшемін анықта. Яғни, бізде екі бұрыш белгілі градустары, үшінші бұрыштың градусын табайық. Кәнекей 50 градус, 70 градус. Сонда С бұрышы бізде неше градус? 50-ді 70-ке қосамыз. 120, 180 ғой бізде барлық болу керек. 180-нен 120-ны азайтамыз, сонда 60 градус. Келесі 55 градус, 50 градус. Қосамыз 105 градус. 180-нен 105 градус азайтатын болсақ, 75 градус. Және келесі үшінші бұрышқа қарайық. Бір бұрышы 80, бір бұрышы 40. 80-ді 40-қа қосамыз 120, 180-нен 120-ны азайтамыз, 60 градус. Түсінікті ғой оқушылар, яғни бізге егер екі бұрышы белгілі болатын болса, үшінші бұрышты біз транспортирдің көмегінсіз де таба алады екенбіз. 7-ші тапсырма. Көлік дөңгелектерінің бұрылу бұрыштарын өлше, суреттен тағы қандай бұрыштарды өлшеуге болады. Енді кәнекей өлшегі А бұрышы, яғни неше градус бізде? 70 градус, және Б бұрышы ол 115 градус. Тағы да қай жерлерді өлшеуге болады? Доңғалақтың астыңғы, төменгі жақтарын өлшеуге болады. Яғни мынау темірдің мынау бұрыштарын, яғни мынау бұрыштары қандай бізде? Тік бұрыштар, яғни олар неше градусқа тең? 90 градусқа тең. Дәл сол сияқты басқа да бұрыштарды өлшеуге болады. Келесі 8-ші тапсырма есепте. Яғни мәндеріңіз өздеріңіздің өрнектеріңіздің мәндерлерімен тексеріп шығыңыздар. Егер қате болса, түзетіп алыңыздар. Келесі тапсырма 9-ші тапсырма. А. Екі жұмысшы бірге 90 мың теңге еңбек ақы алды. Бірінші жұмысшы 2 апта, ал екіншісі 4 апта жұмыс істеген. Егер күнделікті бірдей еңбек ақы алатын болса, онда олардың әрқайсысы қанша еңбек ақы алады? 90 мыңды бөлем, жақшаның ішінде 2 қосу 4, яғни 2 аптаны 4 аптаға қосамыз, барлық жұмыс істеген апта 6. 90 мыңды 6-ға бөлеміз, тем болады 15 мың теңге. Сонда бір аптада 15 мың теңге ақша табады екен. Енді әрқайсысын жеке табамыз. Яғни бірінші жұмысшы 2 апта жұмыс істеді, 15 мыңды көбейтеміз 2-ге, тем болады 30 мың теңге. Екінші жұмысшы 4 апта жұмыс істеді, 15 мыңды көбейтеміз 4-ге, тем болады 60 мың теңге. Жауабы: бірінші жұмысшы 30 мың теңге, екінші жұмысшы 60 мың теңге алады. Тапсырмасына қарайық. 25 метр сымның массасы 700 грамм. 2 орам сым алынды. Бір орамда 30 метр сым, екіншісінде одан 15 метр артық. Әр орамның массасы қандай? Енді кәнектер. Яғни бізге ол үшін 1 метр сымның массасы табу керек. 700-ді 25-ке бөлеміз, тем болады 28 грамм. Яғни 1 метр сымның массасы. Бірінші орамда 30 метр сым, ендеше 30-ды көбейтеміз 28-ге, тем болады 840 грамм. Бұл 30 метр сымның массасы. Екіншісінде дейді, одан 15 метр артық, яғни екінші орамда неше метр неше метр сым бар екен табу керекпіз. 30-ды 15-ке қосамыз, тем болады 45 метр, яғни екінші сымның ұзындығы. Енді не істейміз? 1 метрде 28 грамм болғандықтан 45-ді 28-ге көбейтеміз, тем болады 1260 грамм. Яғни бұл екінші сымның массасы. 10-шы тапсырма. Сызба бойынша өрнек құр, және ондағы амалдардың орындалу ретін белгіле. Өрнектің мәнін тап. Яғни мен сіздерге өрнектің мәнін таптым. Енді орындалу амалдарына тоқталып өтетін болсам, мынау міне біздегі жақшаның ішінде бірінші амал, содан кейін екінші амал. Яғни ең бірінші жақшаның ішінде, содан кейін бөлу үшінші мынау амал, 3, мынау бізде 4. Қарап алыңыздар, оқушылар. Мынау 5, мынау 6, содан кейін 7, 8-ші амал. Сонда тем болады 12026 шығады. Келесі 11-ші тапсырма.
Өлшемдері бірдей үш қораптың массасы әртүрлі. Кір тасы жоқ табақшалық таразының көмегімен оларды массасының өсу ретіне қарай орналастыр. 3 рет өлшеуді қолдануға болады. Екі жәшікті салмағы бойынша өлшейміз бірінші. Бірінші жұптың ішіндегі салмағы ауыр жәшікті үшінші жәшікпен салмағы бойынша салыстырамыз. Бірінші жұптың ішіндегі салмағы жеңіл жәшікті үшінші жәшікпен салмағы бойынша салыстырамыз. Яғни 3 рет міне осылай біз сіздермен салыстырып шығамыз. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.